Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге Эльмира Мажитқызы. Бүгін керемет бір рецепті көрсеткім келіп отыр. Өзім үнемі осы рецепт бойынша дайындаймын. Алдымен ыдысымызға ұнды елеп саламыз. Және кесеге 2 жұмыртқаны, кеспе дрож, кішкене шекер, тұзды қосып, барлығы езілгенше әбден араластырамыз. Одан кейін осылай ұнның үстіне құйып, және жылы суды қосып, осындай өте жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мына жерде менің қамырым 4-ші рет көтерілуі. Қамырды ашқан кезде осылай 2 рет бастырып, қамырдың әбден иінін келіп қандырып, және осылай көтерілген кезде піскеннен кейін дәмі өте жақсы болып шығады. Алдымен духовканы қыздырып қойдым да, және пиццаны дайындап алайын деп, подносқа пиццаның қамырын жайып, үстіне майонезін қосып, майонезді жағып, және тартылған еттің барлығын қойып шығып, одан үстіне үйдің мұздатқышта қатып тұрған қияры мен қызанағын қостым. Барлығын осылай рет-ретімен салып алғаннан кейін үккіштен өткізілген сырды қосып, қызып тұрған духовкаға салып қойдым. Пиццамыз 1 жарты сағатта дайын болады. Оған дейін бауырсағымды істеп алайын деп, бауырсақтың қамырын жайып, осындай домалақ формаға барлығын дайындап алдым. Және майымды да қыздырып қойдым, қызып тұра берсін деп. Барлығы дайын болғаннан кейін, бауырсақты қуырып, оған дейін пиццамыз дайын болды. Пышақпен кесіп атқанда қамыры өте жұмсақ, және дәмі өте керемет болып шықты. Шайға пицца да дайын, және үлпілдеген бауырсағымыз да дайын болды. Сіздер де дайындап көрсеңіздер болады. Дәмі өте керемет ас болсын.